Ана тілінің 50-ші сабағы сөйлемдегі сөздердің байланысты тақырыбы наурыз, мақсаты тақырып мен иллюстрациясы бойынша мәтіннің мазмұнын болжау. Айтылу мен жазылу бірдей сөздерді көшіріп жазу және есту, есте сақтау арқылы жазу, мұғалімнің қолдауымен энциклопедиядан Наурызек туралы ақпарат табу. Ендеше балалар, біз мына жерде суретке назар аударайық. Не көріп тұрсыңдар суретте, не байқауға болады? Иә, алты бақан құрылып, ән айтылып, домбыра тартылса, қазанда ет асылып жатыр, балалар асыр салып ойнап жүр, және наурыз көже пісіріп жатқан байқауға болады. Ендеше бұл біздің наурыз мерекесі екен. Бүгінгі біздің өтетін өлеңімізді осы наурыз туралы екен. Жаттығу тақырып бойынша өлең мазмұнын болжа. Өлеңді тыңда. Наурыз. Күн мен түн теңелді, дала нұрға бөленді. Ұлы күні ұлыстың, ел ырысқа кенелді. Мейіріммен астасқан, ізгілікпен достасқан, ән шалқытып, күй тартып, наурызда ел бас қосқан. Авторы Серік Әкрамұлы. Осы сандыққа берілген ізгілік сөзі қайырымдылық, жақсылық, яғни көмек көрсету деген сөзді байқауға болады. Сұрақтарға жауап берейік. Наурыз мейрамы туралы не білесің? Ол кезде табиғатта қандай өзгерістер болады? Наурыз мейрамында адамдар бір-біріне қандай тілектер айтады? Иә, балалар, табиғатта үлкен өзгерістер болады. Құстар ұшып келіп, қар еріп, жердің барлығы да су салаға бөлінеді екен. Адамдар жылы киімін тастап, жеңіл киім киеді. Малдар төлдеп даланы осындай жан-жануарлардың үнінде естуге болады екен. Ал наурыз мейрамында бір-біріне наурыз оң болсын, ақ мол болсын. Егер ренжіскен адамдар болса, бір-бірімен татуласып, құшақтасып, осындай жақсы тілектер айтады екен. Мәтінді көшіріп жаз. Наурызек көктем құсы. Бұл құсты ел күтіп жүреді. Оған жем шашады. Наурызекті ешкім үркітпейді. Соңғы сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Наурызек туралы дерек көздерден біліп ал. Балалар, алдымен осы мәтінде неше сөйлем бар екен? Иә, ол жерде 4 сөйлем бар екен. 1 сөйлем, 2 сөйлем, 3 сөйлем, 4 сөйлем. Яғни бізге соңғы сөйлем деген, неге наурызекті ешкім үркітпейді деген сөйлемді біз сызба арқылы көрсетеміз. Ол үшін біз алдыңғы сабақты өткендей сызбасын білу үшін сұрақ арқылы білеміз. Бірінші, наурызекті ешкім үркітпейді деген сөйлемде наурызекті не істейді? Үркітпейді. Кім үркітпейді? Ешкім үркітпейді. Ендеше бұл жерде екі байланыс бар екен. Наурызекті үркітпейді, ешкім үркітпейді. Яғни нені үркітпейді? Наурызекті үркітпейді. Кім үркітпейді? Ешкім үркітпейді. Бұл жерде екі байланыс, жаңа айтып өткенде екі байланыс бар екен. Енді наурызек туралы шағын хабарламаны біліп алайық. Мінекей мынау көктем кезінде келетін наурызек құсы, оған қамқорлық жасаған балаларды байқауға болады. Құсты бірінші көрген адам оны жақсылыққа балап, қолда барын алдына жаяды. Бұл құсты көргенде наурыз болғым келдің бе деп сұрайды екен. Аңыз бойынша мұндағы наурызектің анасы жер ана, яғни жер анаға көктем келді ме, табиғат жаңарды ма деген мағына береді. Жеп жеңіл, кішкентай ғана ұшып жүретін құсты наурызектің құйрығы да ұзын болады екен. Әлемде бұл құстың түрі 60-қа жуық екен. Ол ұясын көбіне шөп арасына салады. Кей кездерде адамның көзіне де көріне бермейді екен балалар. Неге? Наурызек құсы туралы шағын мәлімет білдіңдер. Енді 50-ші жұмыс дәптерінде көктем, наурызек деген сөздерді әдемілеп қатесіз жазасыңдар. Енді осы көктем, наурызек деген сөздерді біз не істеуге болады? Буынға бөлейік. Көктем дегенде неше буын бар екен? Иә, дұрыс айтасыңдар.
Наурызек дегенде неше буын бар екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді осы дыбыстық талдау жасап жіберіңдерші көктем, наурызек деген сөздерге. Және сөйлем құрауға болады көктем мен наурызек сөздеріне. Екінші жаттығуда жаңа соңғы сөйлемді көшіріп жазып, оның байланысын сызбасын көрсетіңдер.